Уақыт кейде үнсіз өтеді, ал кейде бір сәтке сыйып, ән болып қалады. Бұл ақын Қуанышбек Төлеметов. Өмірдің талай белесін өткерген, жүрегінде жастықтың ізі қалған жан. Ал бұл сазгер Құралайжан. Сезімге сергек, сөзге мұқият жан. Бұл кездейсоқ болғанмен, тағдырсыз емес еді. Мұнда менің бозбала шағымда жазған өлеңдерім бар еді. Bir қарап шықсаң қайтеді. Үйге келгеннен кейін шайымды құйып алып, сол ескі дәптерді ашып отырдым. Әр парақта не бір әлем, әр жолда не бір сезім. Бұл дәптерде лиле жастықтың үні, таза сезімнің ізі бар еді. Өлеңнің нәзіктігі, шынайылығы жүрекке бірден жетті. Сол сәтте жүрек үн қосты, әуен туды. Мен сол сәтте-ақ фортепианоға отырып әуен іздей бастадым. Әуен өздігінен келді. Сол өлең жолдары менің саусақтарым арқылы әнге айналды. Қуанышбек аға, сіздің өлеңіңіз «Аппақ гүлдер». Мен оны әнге шығардым. Тыңдатып көрші. Міне осылайша бір кездейсоқ кездесуден, ескі дәптерден «Аппақ гүлдер» әні дүниеге келді.